Қайырлы күн, қымбатты көрермен, әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін біздің студиямыздың кезекті қонағы, мектебіміздің әлеуметтік педагогы Лаура Рысқанқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Лаура ханым, жалпы біздің мектебімізде осы педагогикалық қызмет қалай ұйымдастырылған, жалпы әлеуметтік педагогтың мектептегі рөлі қандай? Осы мынау көпшілік жұрт ойласа керек, сіздер келіп, кабинеттеріңізге келіп отырасыздар, таңнан кешке дейін не жасайсыздар жалпы? Түсінікті. Сұрағыңыз өте орынды. Әлеуметтік педагогтың ең негізгі міндеті мектептегі оқушыларымыздың және олардың отбасыларының әлеуметтік жағдайларын зерделеу, бақылау және оларды әртүрлі санаттарға, 64-ші қаулыға сай әртүрлі санаттарға, яғни көпбалалы, аз қамтылған, жаңағыдай әлеуметтік көмек алатын, атаулы әлеуметтік көмек алатын санаттарға, жартылай жетім және де жаңағы қамқорлығынсыз қалған ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар санаттарына бөліп, олардың әрқайсысының тұрмыс тіршілігіне сай отбасына қажетті көмектерді беріп отырамыз. Сонда олар қандай оқушылар ол? Әлеуметтік жағынан. Қандай оқушылармен жұмыс жасайсыздар? Біздер әлеуметтік қоғамның мектебіміздегі осал топтағы отбасылардан шыққан балалар және де жаңағы қиын жағдайға тап болған оқушылармен жұмыс жасаймыз. Енді осы оқушыларды анықтау мақсатында қандай жұмыстар атқарылады? Қалай білесіздер сіздер ол осал топтағы оқушы екенін? Біз ол оқушыларды қалай білеміз? Біз сынып жетекшілермен ол кезде тығыз байланыста боламыз. Біз үштік болып жұмыс жасаймыз. Сынып жетекшілер, біз әлеуметтік педагогтар, психолог және тәрбие мамандар барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз. Сынып жетекшілерге әлеуметтік карта береміз. Сол картаны ол кісілер толтырып береді. Өз балдарының, өз сыныптарындағы балдарының әлеуметтік жағдайы жайында, мысалы қай санатқа жатады, көпбалалы ма, аз қамтылған ба, әке шешесі бар жоқ, барлық мәліметтерді бізге толығымен жазып береді. Сол мәліметтерге сол анкетаға қарай сіздер зерделеу жасап, отбасыларға апарасыздар ғой? Оларды бөліп санаттарға бөліп зерделеу жасаймыз, и отбасыларына зерделеу акция түзіліп, отбасыларға барамыз. Енді жалпы осы оқушыларымызға, біздің мектептің оқушыларына қандай көмек көрсетіп жатсыздар? Мектеп оқушыларына жыл сайын біз мектептен жалпылама айтатын болсам, мектеп оқушыларына әр жыл сайын мына тамыз айында өтетін бізде мектепке жол бағдарламасы жүріп жатады. Яғни бала басына арнаулы суммалар бөлініп жатады. Мысалы мектепке дайындыққа. Нақты айтуға болады ма, қанша сумма екен соның? Мысалы былтырғы 2023 пен 24 оқу жылында ол сумманың көлемі бала басына 43.500 теңгеден айналды. Дәл сондай суммадан біз 923 оқушымызға берілді біздің мектепте. Мыңға жуық оқушыға көмек берілді. Көмек берілді мектеп алдында. Сонда жалпы біздің мектебіміздегі қанша пайызы оқушылардың осындай әлеуметтік көмекке мұқтаж? Шамамен жартысына жуық таяп отыр, сондай ма? Иә, жартысына жуық. Мысалы, мектебімізде жалпылама 2070-2030 аралығында енді кішкене ойнап тұрады цифрлар, бірақ сол аралығында оқушы болатын болса, соның жартылайы бір 50%. Жалпы одан бөлек тағы қандай көмектеріңіз бар? Одан кейін тағы қандай көмектеріміз бар? Біз жаңағы осал топтағы жаңағы көпбалалы отбасылардан шыққан оқушыларымызды ыстық тамақпен қамтимыз. Яғни осы туралы нақты айтсаңыз, мысалы, мынанша оқушы бізде ыстық тамақпен қамтылған деген. Бізде қазіргі таңда осы қаңтар айынан бері жиналған жаңа құжаттар бойынша, жаңа тізім бойынша 1300 бала ыстық тамақпен қамтылған. Бұл жалпы ма, жоқ әлде бастауыш сыныптың? Жоқ, жалпы жаңағы санаттарына сай жалпы ыстық тамақ ішетін бала саны 1300. Оның бастауыш сынып ішіндегі бастауыш сынып оқушыларының барлығы қамтылған 100%, 1 мен 4 сыныптардың барлығы ыстық тамақпен қамтылған, нақты саны 661 бала. Ал 5-ші сынып пен 11-ші сынып аралығында олар жаңағы 64-ші қаулыға сай, яғни санаттарына сай, көп балалы, аз қамтылған деген санаттарына сай ішеді, құжаттар өткізу арқылы. Ал ол балалардың саны 639 бала. Жақсы түсінікті. Ыстық тамақпен қамтылған. Енді жалпы осындай қиын жағдайда қалған, тұрмыс төмен отбасынан шыққан оқушыларымызға бұдан бөлек қандай да бір көмектер бола ма? Болып тұрады. Көмектер болып тұрады. Ол көмектер қалай болады? Мысалы, біз қазірге дейінгі айтқан көмектерінің барлығы ол жалпылама, мемлекет тарапынан беріліп жатқан көмектер, тегін.
Ал енді бізде сол осал топтағы отбасылардың берілетін көмектерге демеушілеріміздің тарапынан да көмектер беріледі. Ол сырттай болуы да мүмкін, мектеп іштей болуы да мүмкін. Демеушілер тарапынан жаңағы қиын жағдайда қалған отбасыларымызға азық-түлік ретінде, киім-кешек ретінде көмектер беріліп отырады. Олардың барлығын атап өтуім шарт па? Атап өтейін ба? Енді бір-екеуін мысалдап келтірсеңіз болады. Мысалдап келтіретін болсам, мысалы біздің былтырғы сол 2004 оқу жылында қазан айында демеушілердің тарапынан жаңағы көпбалалы отбасыларға азық-түлік ретінде бірнеше отбасыға азық-түлік ретінде қаржылай көмек және ет өнімдері тарқатылды. Біздің білетініміз, бізде өткенде ерекше топтағы оқушыларымыз бар, үйде оқытылатын ол оқушыларымызға да аралап осындай жаңағыдай қолымыздан келгенше көмек көрсетіліп жатады. Тағы да осы сіз атап өткен жаңа ерекше балаларымыз бар ғой, үйде оқытылатын оқушыларымыз бар. Бүткіл осы оқушыларға биылғы жаңа жылда асханамыздың меңгерушісі Байырбекова Айғарке апайымыз өзінің тарапынан жаңа жылдық сыйлықтарын тарқатты. Және көпбалалы отбасыларымызға жаңағы көпбалалы және аз қамтылған отбасыларымыздан шыққан 5 баламызды жаңа жылдық шыршаға алып бардық. Одан кейін тағы да қандай көмектер көрсетілді? Осы жақында бізде өзіміздегі жаңағы үйде оқытылатын оқушымыз, бірінші сынып оқитын оқушымызға отасына қаражат керек болды. Тез арада қаражат керек болды. Сол қаражатты бізге осы мектебімізге демеуші болып келген, оразадан кейін демеуші болып келген Улмат компаниясы сол отаны жасасуға қаражат бөлді. Керекті сумманы бізге қаражат ақшалай ретінде алып келіп, жаңағы оқушымыздың мамасына. Бұл кісілерге де Алла разы болсын, өте қайырымдылық жасайтын біздің жаны жомарт жандарымыз көп болсын. Жақсы. Жалпы енді бұдан бөлек менің білуімше сіздерде мынау оқу жылы аяқталып келе жатыр. Оқу жылы аяқталып келе жатыр, сіздерде мынау лагерьмен айналысатын жұмыстар бар, сол туралы айтсаңыз. Оқу жылы аяқталып келе жатыр. Қазіргі біз барлық мектептегі осы жылға дейінгі қорытындыларды жасаймыз, өз есебімізді береміз. Ал одан кейін жаңағы осы мамыр айының ортасынан қарай біз балалардың жаңағы қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерді ұйымдастыру басталады. Оларға құжат жиналу науқаны басталады. Оны біз алдын ала сынып жетекшілерге, ата-аналарға хабарлаймыз. Мынандай уақытта уже бізге құжат жинау басталады деп, және де құжат тізімдерін беріп, ол кісілерді алдын ала дайындап. Жалпы сол мектептің сыртында болатын лагерьлерге қанша оқушы қамтылады бізде? Қанша оқушыға орын бар? Орын бар. Ол қазір біз сол резерв нені күтіп отырмыз, бала санын күтіп отырмыз. Жоқ, жалпы ол сан енді шығады, жалпы бірақ жылда болатын жағдай ғой. Шамамен мысалы 20 бала, 10 бала, 30 бала дегендей. Жоқ, бізде олай емес. Бізде өйткені мектеп өте үлкен, бала саны көп болғандықтан, былтырғы жылдың өзінде бізде 159 бала барды. 159. Мінекей құрметті ата-аналар, мектептен тыс басқа жайларда орналасқан лагерьлерге оқушыларыңызды, балдарыңызды қажетті құжаттарды жинай отырып жіберсеңіздер болады. Одан бөлек біздің мектебімізде де бар. Мектеп жанымызда да бірнеше топқа бөлініп, балаларды жазғы сауықтыру лагеріне жинап жатырмыз. Ол да басталады, жаңағы мектеп сыртында басталады. Екеуі бір кезеңде басталады. Ол жалпы балалар ертең мектепті аяқтағаннан кейін, оқу жылы аяқталғаннан кейін біздің мектебіміздің базасына құрылған лагерьде бірнеше топтарда осындай арнайы топтар құрылады. Балдарыңызды мінекей жіберіп, уақыттарын бос өткізбестен, онда бір пайдалы бір жағынан пайдаланып, осы балдардың ойынынан бөлек жаңағыдай ойлау қабілеттерін дамыта отырып, ойынмен бірге осындай уақытын жақсы өткізуіне, көңілді өткізуіне, қызықты, әрі бір нәрсе үйреніп кетуіне де осындай септігін тигізетін жұмыстар жүргізіледі. Соған балдарыңызды жіберсеңіздер болады. Одан кейін Құдай қаласа биылғы тағы да осындай біздің жаңа оқу жылына деген дайындық басталып келеді. Жылда айналып келетін дүние. Қайтадан осы лагерьді аяқтап, балаларды жаңағы лагерьге апарып, мына жақтағы сауықтыру орталықтарының бәрін біткеннен кейін бізде басталады. Қайтадан мектепке жол акциясы басталады. Тағы да жылдағыдай әдеттегідей өзінің тамыз айында басталып, оның да құжат жинау науқаны. Соны қазір айта аласыз ба, қандай құжаттар керек сол осы көмекті алу үшін?
қаржылай көмекті алу үшін ба? Иә. Қаржылай көмекті алу үшін әрдайым жинап жүрген ең алдымен өтініш жазылады. Ата-анадан өтініш жазылады, және де ата-ананың жеке басын куәландыратын куәлігінің көшірмесі алынады, баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі алынады, және де отбасының мәртебесін анықтайтын. Жаңа айттық қой, көп балалы. Қиын емес екен ғой, барлығы бізде қазір өз қолымызда. Каспиде тұрған нәрселерден алып шығарып, тек қана келіп өтініш жазу керек. Өтініш жазу керек, и олар отбасыға түсетін қаражат, доход дейміз ғой. Анықтамасын. Иә, кіріс анықтамасын ұсынады, ұсыну керек. Біз соған қарай тізімге қосасыздар, иә? Түсінікті. Мынау бүгін арнайы уақытыңызды бөліп, осындай жұмыстың барысында уақыт бөліп келіп, осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізгеніңізге сізге алғыс айтамыз. Алдағы уақытта енді әрине осындай осал топтағы отбасыларға көмек көрсеткен әрине жақсы, бірақ біздің болашақта осындай отбасыларымыз азая берсін, дені сау, жаңағы толыққанды отбасы болып, біздің мектебіміздің жақсы жағынан көрініп, сауатты, білімді азамат болып оқушыларымыз өсіп өне берсін. Оқушыларымыз көп болсын. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонағы болған мектебіміздің әлеуметтік педагогы Лаура Рысқанқызы болатын. Барлықтарыңызға уақыт бөліп біздің студиямыздың түсірілімін тамашалағандарыңызға үлкен рахмет. Сау, саламат болыңыздар. Сау болыңыздар.